Ассалаумағалейкум. Жақсы жағдайда Япониядан келіп тұрған Epson бар. 2005 жылғы 2/4 комплектациясы ай, 122.000 километр жүріп тұр. Праворулька, артқа алғы парктроник барлығы бар, және задний камера, передний камера. В общем, өзінің краскасында тұр. Состояниесі өте жақсы. Тек ішіне бір химчистка керек. Азғантай сыртында мынандай царапинкілер бар. Ол особо қорқатындай емес. Окей. Бір химчистка керек, жақсы. А так жүрісі барлығы идеальном состоянии дейді ғой. Запаска. Там ключ барлығы бар. В общем, Қазақстанға баратын бағасы 4,5 миллион. Егерде қызық болатын болса, хабарласыңыздар. Бір химчистка, в общем, жақсы бір химчистка керек. Жылтырайын деп тұр машина. Хабарласыңыздар. Так, ну төрттігі ұнап тұр. JR комплектация. Белый жемчуг. 0 пробег. Турт объем. Бесключевой доступ. Повторитель зеркала. Так, 4 литр 2022 таза. JR комплектация. Комплектацияларын толық көрсетеміз. Полный электро. Бисмилля. Пуш-старт, монитор, мультируль, кожа. Освоенная кожа. 4. Короче, дигитальный экскаватор. 357 мың бағасы. Дерхам. Ну, 2/4 сон. Туда хромированная ручка. Тоже бесключевой доступ. Сәл арзандау. 135 мың, по-моему, сондай. Ой, комплектация бар. Кімге интересно, жектер. Чисто интересно. Кімге алуға реально WhatsApp-қа шығыңдар. Воздух. Біле қойшы, ондай келемесек. Ассалаумағалейкум жігіттер. 2006 жылғы 3-тік Альфард, бесключевой доступ, багажник электро, 2 есік электро. Так, жүрген жүрісі 121 мың километр. Ана состояниесін қараңдар. Четко жасап қойған екен, көзге де көрініп тұр ғой. 2 люкпен салонның тазалығы, жүректің тазалығы дегендей сияқты болып кетті ғой. Басын бетіп тұрмын. Ешқандай бір беспонтовый көрініп тұрған жоқ. Так, есіктер электро, айттым. Шторы барлық терезесінде, барлығында бар. Сыртында да ешқандай дефект жоқ. Көрініп тұр, жақсы екен. Четкий. В общем, нақты интерес бар жігіттер болса хабарласыңдар. Бағасын бұйырса келісеміз бұның. Алла бұйырса, перекидкісі 3 күнде бітеді. Вакуум, печка, заслонка, фильтр, дворник,
В общем, полный ауысады. На бесключевой доступ ручкасы де ар жаққа ауысады. В общем, сондықтан үлгеріп қалыңыздар. Бұйырса бұл көлік. Так, жеге, ассалаумалейкум. Мында 2-4 альфат бар. Передний привод. Короче, бұның жағдайы өте жақсы. Повторитель зеркало, 8 орындық, салон таза. Так, багажник, присоска. Так, бесключевой доступ. 161 мың пробег. Көліктің жағдайы жақсы. Кімге интересный жігіттер, хабарласыңдар. Қазақстанға баратын бағасы 5 миллион 200 мың теңге. Жігіттер, 2014 Camry 50-лік, техпаспортқа 2013 болып түседі, 2-5. Винкодтағы пробегі 121 мың, қазір 122 мың бірдеңе болып тұр. Бізге бұның винкод ұнап тұр, алдан ешқандай соққы болмаған, только багажниктен болған, багажник ауысқан, арғы фара ауысқан. Эце комплектация, кожаларының жағдайы жақсы, люкпен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай дефект ештен көрініп тұрған жоқ. Сыртында да сол, мена багажник, сосын фара ауысқан. Интерес болса хабарласыңдар. Осындай винкоды жақсы көліктер көпке дейін тұрмайды. Алдан соққы болмаған көліктер. Так, бұл Қазақстанға 6 миллион 300-ге кіреді. Ассалаумалейкум, жігіттер. 2014 жылғы 3-5 Sienna LE комплектация. Винкодпен алдынан слегка удар болған. Айрбактар ашылған. Так, былай состояниесі жақсы. 2 есік электронны. Кожаный салон. Так, монитор бар. 144 мың жүріп тұр. Плавающий сиденье. Бәрі жасап тұр. Так. Занавескілер бар. Так, интерес болса хабарласыңдар. Сыртында ешқандай дефект көріп тұрған жоқпыз. Так, бұл Қазақстанға 8 миллион 782 мың теңгеге барады. Hyundai Santa Fe сіздердің назарларыңызда Кореядан келіп тұрған екен. 2012 жылғы. Так, екілік қозғалтқыш, екілік мотор. Не битый, не крашеный толщиномермен тексеріп шықтым. Өзінің краскасында тұр. Көліктің состояниесі көрініп тұр, жақсы екендігі. Там мынандай азғантай жаңа көлік емес, енді болады бұндай бамперінде екен. Самый максимальный комплектация бұл MLX дейтін. Так, бұны тек бір астын көтеріп айдап қарау керек. Бұл Қазақстанға 6 миллион 982 мың теңгеге шығады. Қазақстанға баруымен. Кореядан келген көлік екен бұл. Салонда тап-таза, кожаный салон. Сіздерге бұлай көрсетейін. Көрініп тұр. Люкпен. Интерес болса хабарласыңыздар, короче.